Қала аумағындағы саяжай ұжымдарында газ қысымының төмендеуіне байланысты тұрғындардан түскен шағым саны көбейген. Соған орай арнайы комиссия құрылып, бұл мәселе өңір басшысының қатаң бақылауына алынды. Комиссия құрылды. Ол комиссиямен біздер бүкіл сұрақтар, халықтан түсіп отқан сұрақтарды зерттеп, мамандармен қарап жүрміз. Қазіргі таңда бізде көптеген сұрақтар туындап жатыр негізінен. Біз құжаттарын тексереміз. Заңдылығы қосылды ма, қосылған жоқ па? Иә. Біріншіден, екіншіден, оның жаңағы мүмкіншілігі жете ме қазір мына үйлерге беріп, ондай жаңағы газды беруге. Сондай бір сұрақтар бар. Шаһарда барлығы 3 саяжай ұжымы болса, оның 50-інде жылуға қатысты проблема бар. Бүгін мамандар үй-үйді аралап, жылу қысымын тексерді. Непосредственно в этом районе Сүт зауыт ауданындағы саяжайлардың біріне келді. Осы аумақтағы газ құбырларына жауапты жеке компаниялардың иелері із-түзсіз жоқ. Таба алмай жатырмыз. Шағымдардың көптігіне байланысты Қазтрансгаз аймақ атынан тұрақтандыру шараларын қолға алдық. Сүт зауыт ауданындағы бұл саяжайларда 8 мыңға жуық адам тұрады. Жылуға қатысты проблема неден туындады десек, бастапқыда газ тұрбалары дұрыс қондырылмаған. Мына отрезок міне 108 мынардан қалған, мынардан кесіп тастап кезінде тағы елулікпен жүргізіп диаметр кішірейтіп тастаған да. Кім істеген бұны? Оны білмейміз кім істеген. Тұрғындар өздері біреуді жалдаған ба, біз просто комиссияны шыққан кезде обнаружили, осылай мына точканы. Сондықтан міне дальше енді мынау екінші точкамыз, ана жақтан 80 метр ауыстырып, міне енді дальше мынардан қосып, ана жақтан жаңағы қосқан жерді көрсетеміз. И результат бізде ар жақта слабый болды, жаңа мына Ақтепренген 13 деймін ар жағымызда. Сол жерде результат уже 100 миллиметр болды. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесін тексере келе, үйлерде жылу қайта тұрақталып келеді. Сүт зауыт аудандағы мына саяжайлар туралы айтсақ, бұл аумаққа жауапты Транссервис газ мамандары төбе көрсетпегенге ұқсайды. Мұндағы үйлерде де газ қысымы төмен, сәйкесінше үй жылымай тұр. Ақтөберенген 13, участок бізге 69А. Тұрған 10 жылдан асып кетті. Мына газдың азаюына байланысты біз үй қысқы болса, аяз күшейсе, сразу уже давление азаяды. 5-6 жыл болды осылай болғанда. Бұл кеңестегі бұрынғы газдың өшердің хозяйыны болды. Ол қазір ол емес басқа біреуге берген. Ол білмейміз кім екенін. Былтырлар бардық, ona неге? Айтыңызшы. Обыл газге. Сол кезде біздерге айтқаны өшерді тұрғылықты нелер, көршілер болып. 5-6 адам жинал бар. Ол кезде біздерге айтты, біздер ештеңе жасай алмаймыз деді. Сендер СК-сыңдар. Иә, СК, жеке. Енді жеке болып кеңес айтсақ, кеңес ол басқа біреуге беріп жүрген. Үйдегі газ қысымының 2 есе төмен екені анықталды. Ас әзірлеп, шай қайнату үшін де ұзақ күтуге мәжбүрміз дейді үй иелері. Слабый негізі, мына үлкен камфор ғой бұл. А мына кішкентай да мына вообще мне өлімсіреп жатыр. Қысы аяз басталғаннан бері оқ, қыстан бері. А оның алдында енді мықты жақсы болды негізі газ деген. Былтырда осындай болды негізі. Биыл вообще мне болып кетті да. Биыл вообще мықты сығырайып кетті. Но негізі мықты пармен жанып тұратын еді ғой. Шағым түскен саяжайлардың тағы бірін мамандар тексеріп шықты. Газ қысымы әдеттегіден тіпті асып түсті. Соған қарамастан үй иелері үйдің салқын екенін айтады. Ал дәл осы жердегі басқа тұрғындардың сөзіне сенсек, жылуға қатысты еш мәселе жоқ. Үйде ондай салқын нені мен сезбедім. Біз кәдімгі бір халатпен жүреміз. Летний халатпен жүрмейміз мысалы. Шағым жоқ па ешқандай? Менде жоқ шағым. Үйім жылы. Рассвет дейді 93, мен мансард үй, бірақ іші жылы. Ондай айта алмаймын, мен суық бірдеме, газ жоқ деп. Газ протерм, кәдімгідей жанып тұр. Ондай шағымым жоқ мен газге. Қалай десек те, саяжай ұжымдары қысқы мезгілде тұруға арналмағанын ескеру керек. Апаттық диспетчерлік қызметке соңғы уақытта күніне 40-қа жуық өтініш шағым келіп түседі. Алайда кей жағдайларда қателік үй иесінің өзінен де болып жатады. Негізінде мына күн суына байланысты көп заявкілер түсіп жатыр. Бізде давление нашар жөнінде. По факту келген кезде давление жақсы, үйлердің салған үйлерді қымтамаған, сыртын қаптамаған, жарты кірпішпен салған үйлер қазір енді суытылған желге байланысты үйлер суып кетіп жатыр. Соған байланысты газға бәрі жалпы жасайды. По факту келген кезде газдың қысымы нормально, газ жанып тұр, просто үйлері салқын, терезелерін қымтамаған. Соған байланысты сондайларда бізде моменттер бар.
104 аварийный службаға түсіп келген заявкалардың бәрін тексеріп, выезд жасап, тексеріп, актісін толтырып, қолдарына беріп кетеміз бір экземпляр акт. Айта өтейік, құрылған арнайы комиссия жылыту маусымы аяқталғанша жұмысын жалғастыра береді. Әр түскен шағым бойынша үйлер қаралады. Ал комиссия құрамына прокуратура, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және газ саласы мамандары кіреді. Жансая Әбдікәрім, Самат Қалекенов, Руслан Елтаев, Ақтөбе телеарнасы.